Сәлем достар, эфирде қайтадан оңай English бағдарламасы және де оның жүргізушісі әдеттегідей мен Данияр. Бүгін біздің сіздермен талқылайын деген тақырыбымыз past modals, яғни өткен шақтағы модалды етістіктердің қолданылуы. Модалды етістіктер деп жатқан олар бізде could, should, would, may, might. Бұлардың мағыналарын сіздер алдыңғы сабақтардан білесіздер. Енді аталған модалды етістіктер өткен шақта қандай мағынаға ие болады және қалай қолданылатынын көрейік. Бірінші бізде could. Мысал, Alina could walk before she was a year old. Алина бір жасқа дейін жүре алған деп аударылатын сөйлем. Екінші мысал, Alina could have walked to work, but she took a taxi instead. Алина жұмысқа жаяу бара алатын еді, бірақ ол такси ұстады. Бірінші сөйлем мен екінші сөйлемнің айырмашылығы. Бірінші сөйлемде, яғни could'тың өзі ғана қолданылған сөйлемде біз Алинаның бұрын, яғни кішкентай кезінде жүре алғандығын, белгілі бір іс-әрекетті істей алғандығын және оны істегендігін көреміз. Ал екінші жағдайда Alina could have walked to work. Алина жұмысқа жаяу бара алатын еді, барар еді, баруға мүмкіндігі болды. Яғни адамның белгілі бір іс-әрекетті істеуге мүмкіндігі болды, бірақ ол нәрсені істемеді деген сөйлемді байқай аламыз. Яғни бірінші жағдайда іс-әрекет істелінген, істей алған адам, екінші жағдайда адам оны істеуге мүмкіндік болған, істей алар еді, бірақ оны істемеді деген сияқты мағыналарды шығаруға болады. Келесі модалды етістік ол бізде should, яғни адамның бір нәрсені істеу керектігін білдіретін, бір нәрсені істеу тиіс екендігін білдіретін модалды етістік. Өткен шақта қалай қолданылады? Бірінші мысал, the students shouldn't have missed lessons. Оқушылар сабақтарды жіберіп алмау керек еді. Екінші мысал, you should have been a little bit braver. Саған аздап батылдау болу керек еді деген сөйлем. Көріп тұрсаңыздар, бұл жерде екі сөйлемде де should өткен шақта қолданылған. Бірінші сөйлемде should болымсыздық мағынасында қолданылған, яғни оқушылар сабақтарды жіберіп алмауы керек еді, істемеу керек еді. Ал екінші жағдайда керісінше болымды мағынаға ие, яғни саған аздап батылдау болу керек еді деген сөйлем. Келесі кезекте бізде would, may және might модалды етістіктері. Мысал, in his position, I would have spoken a good word or remained silent. Егер мен оның орнында болсам, онда жақсы сөз сөйлер едім, немесе үндемес едім деген сөйлем. Көріп тұрғандарыңыздай would бұл жерде өткен шақта қолданылуда. Өткен шақтағы мағына беру үшін бұл жерде have және үшінші формадағы негізгі етістік берілген. Егер біз іс-әрекеттің өткен шақта жүзеге асатынына толықтай сенімді болмасақ, онда біз would'тың орнына may немесе might'ты қолданамыз. Мысалға, if she were me, she may not have met you. Егер ол мен сияқты болатын болса, егер ол мен болған кезде, ол сенімен таныспас еді деген сөйлем. Мүмкін таныспас еді деген сөйлем. Яғни біз оның өткен шақта танысар ма еді, таныспас па еді, біз оған толықтай сенімді емеспіз. Сол себепті кейбір жағдайда біз сенімсіз болған кезімізде would'тың орнына may немесе might модалды етістіктерін қолданамыз. Аталған модалды етістіктер өткен шаққа қалай көшеді? Яғни өткен шақтағы аталған модалды етістіктерді біздер қалай жасаймыз? Ол үшін біз модалды етістіктің өзінен кейін have көмекші етістігін қоямыз және have көмекші етістігіне үшінші формадағы, яғни past participle үшінші формадағы етістік жалғанады. Мысалға, drink деген етістік болатын болса, біз drunk деген үшінші формасын аламыз, немесе дұрыс етістіктердің ішінен stay деген етістік алатын болсақ, онда біз ed жалғауын жалғаймыз. Осылайша бізде өткен шақтағы модалды етістіктер жасалынады. Және соңғы модалды етістік ол бізде must модалды етістігі. Мен әдейіге жоғарғы қатарда must модалды етістігін көрсетпедім. Өйткені must модалды етістігі өткен шаққа өткен кезде мағынасы өзгеріске ұшырайды. Сол себепті мен оны ерекшелеп алдым. Must жалпы алғанда осы шақта көбіне бір нәрсені істеу керектігін, оның міндет екенін білдіреді. Мысалға, we must protect the building. Біз бұл ғимаратты қорғауымыз қажет, яғни біз міндеттіміз деп аударылатын сөйлем. Бірақ өткен шаққа өткен кезде must тура мұндай мағына бермейді. Біз бір нәрсені істеуге міндетті болмаймыз. Міндеткерлікті білдіру үшін біз have to етістігінің өткен шақта формасы had to'ды қолданамыз.
Ал must modal етістігі өткен шаққа өткен кезде осындай болған болса керек деген сияқты көбіне жорамалды білдіреді. Must modal етістігі кез келген бір іс-әрекеттің өткен шақта іске асу ықтималдығын білдіреді. Мысалға, we must have been gotten lost somewhere. Біз адасқанымызға толықтай сенімді емеспіз, бірақ біз сондай болған болса керек деп жорамал жасаудамыз. Үшінші мысал, it must have been love. Ол махаббат болған болса керек. Кинода немесе жалпы әдеби шығармаларда көп кездесетін әндерде қолданылатын тіркестердің бірі. Яғни адамдардың арасында бір өзара қарым-қатынас болады да, олар кейіннен барып ол туралы ойланған кезде должно быть это была любовь деген сияқты, орысша айтқанда, немесе шынымен сол сезім махаббат болған болса керек деп айтады. Соңғы мысал, Әлбек must have gone to the US. Әлбек штаттарға көшіп кеткен болса керек. Яғни біз Әлбектің ол жаққа көшіп кетпеді ме, онысын білмейміз, бірақ біз болжам жасаудамыз. Әлбек сол жаққа мүмкін көшіп кеткен болса керек. Көріп тұрғандарыңыздай, must modal етістігі өткен шаққа өткен кезде көбіне болжамды, ықтималдылықты немесе жорамалды білдіреді, ал осы шақта қолданылған уақытында ол көбіне міндеткерлікті сипаттайды. Міндеткерлікті өткен шақта сипаттау үшін біз have to жартылай модалды етістігінің өткен шақта формасы had to-ды қолданамыз. Жалпы алғанда осы достар, келесі санымызда біз ағылшын тіліндегі басқа да күрделі тақырыптар туралы сөз қозғайтын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар, ендеше.